Бәріне сәлем достар. Бүгін сіздермен мынандай ұшар жасауды үйренетін боламыз. Ең бірінші төртбұрышты қағазды былай дәл ортасынан қайырып аламыз. Және де тағы да екі жағын қайырамыз. Мінекей. Ал енді ашып, бір жағын аламыз да, мына сызыққа дейін апарамыз. Мына жағында да солай. Одан кейін арғы жағын аударып, мына жағын былай қайырамыз. Ал енді арғы жағын аударып, мына ұшына апарамыз. Ал енді арғы жағын аударып, екі жағын былай қайырамыз. Ал енді мына жағын аударамыз да, мына ұшын былай ашып, былай қайырамыз. Және де мына ұшын былай кіргіземіз, кішкене қайырып. Ал енді мына жағын аударамыз да, мына екі ұшын былай қайырамыз. Және де ортасынан дәл осылай қайырамыз. Және де мына жағын мына жаққа, мына жағын мына жаққа осылай қайырамыз. Біздің ұшағымыз дайын болып қалды. Мінекей біздің ұшағымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде осылай жазып көріңіздер. Егер де осы видеоны сай каналға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!